Бидай өндіруші кәсіпкерлер теміржол вагондары рельстен шығып кетуі салдарынан 1 миллиард теңге көлемінде шығынға баттық деп қапалы. Және бұл келеңсіздікке Қазақстан теміржолын кінәлап, шығындарды өндіруді талап етіп отыр. Продолжая видеосъемку, вот видите, да, то, что погрузчик работает, и все следы нарушения безопасности движения этим моментом он сокроет. И будут говорить, то, что при восстановительных работах погрузчиком это было повреждено. А в связи с чем причина установления данного случая уже будут необъективными. Вагондардың рельстен шығып кету себебін анықтайтын дәлелді айғақтарда осылай ескерілмеді, дейді кәсіпкерлер. Естеріңізге сала кетейік, 28 желтоқсан күні Қарабас станциясында бидай тиелген 19 вагон рельс бойынан тайып кетіп, астыққа толы вагондар аударылған. Өзбекстанға диірменге жеткізілуі тиіс астық шашылып, вагондарға да зақым келген. Бидай өндіруші компания өкілі вагондар жаңа, сондықтан талапқа сай болды. Бар кінәрат рельстердің тозығы жеткендігінен, Қазақстан темір жолының олқылық ісінен, дейді. Ал темір жол басшылығы орын алған оқиғаға қатысты индустрия министрлігі тарапынан комиссия құрылып, тергеу жүргізіліп жатқанын, қорытындысы бойынша кінәлілер анықталатынын мәлімдеген. Бұл жерде өкінішке орай тек қана жүк тауар жаңағы вагондар емес, адам таситын вагондарда да жолдан шығып кетіп жатыр. Оның бәрі қандай, не себептен болатын енді айтуға болады. Ол жаңағы сапасы өте төмен. Біздің қазіргі кезде былай қарап отырсаңыз, мысалы, жаңағы адам тасымалдайтын вагондарды, поездардың өзі, мысалы, 12 сағатқа шейін кешігіп келеді екен осы біздің Қарағанды станциясына. Саран және Ақтас тұрғындар үшін жылудың тарифі 17%-ға арзандады. Экономикалық тергеу департаменті қызмет көрсетушінің көмір құнын асыра қымбаттатқанын анықтады. Мы провели анализ. Біз Саран теплосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құжаттарына олардың тарифті арттыруға қатысты өтініштері негізінде сараптама талдау жасадық. Сол мәліметтерді пысықтай келе, көмір бағасын жоғары сомада алып отырғанын аңғардық. Әрі сол кездері көмірдің құны 2 есеге арзан болған. Осы жайт біздің күдігімізді тудырып, біз арнайы тексеріс жұмыстарын бастадық. Нәтижесінде құқық қорғау орган өкілдері иелігінде 3 қазандығы бар монополистің субсидия қарастырылған көмірді жалған кәсіпорыннан сатып алғанын анықтады. Бұл заңға қайшы әрекетті өткен жылдың наурыз айынан бастапты. Тергеу қорытындысы бойынша қызмет көрсетуші уақытша өтемдік тарифті қолдануға мүдделі, заңсыздық әшкере болып, енді Саран қаласының тұрғындары жылу ақысын бұрынғыдан 17%-ға арзан төлейтін болды.